Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бізде кезекті подкаст. Бүгінгі қонақта бізде Жандос. Қош келдің. Қош көрдік. Біздің енді жобамыз бастап алып жатыр ғой. Осыған уақытыңды бөліп, енді білеміз, именно сенде уақыт жете бермейтінін. Рахмет, уақыт бөліп келіп, келісім бергеніңе. Сізбай алып қояйын, сұрақтан бастай берейін. Бірінші сұрақ, сен кімсің? Мен ең бірінші атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді ғой. Мен жалпы сол самыстан елдің баласымын, халықтың баласымын. Жалпы адам. Жалпы бұл негіз өте ерекше әдемі айтылсын, бірақ біздің оқырманға өзіңді таныстырып кетсең. Мен өзім таныстырсам ба? Есім Жандос, сол сияқты досқа адал, дұшпанға қатал. Үш баланың әкесі, адамның асыл жарығым. Өзің өте керемет бір ерекше таныстыру болып деп ойлаймын. Келесі сұрақты қоя берейін. Жұмыстан шаршаған уақытта қалай демаласың? Неден мысалға мотивацияласың болмаса, бұл кейде бір болады ғой адамда жұмыстан шаршайтын уақыт. Енді мен айта кетейін, өзің айта ма деп едім, негізі біздегі жас мемлекеттік қызметкерлердің бірісің. Жандос енді бізде Нұра ауылдық округінің бас маманы, бас маманы. Енді менде Жандосты шақырып отқан себебім, өйткені біздегі осы Нұра ауылындағы мемлекеттік қызметте бола берсін, бірақ сол осы қызметке келгенге дейін де сол ауылдағы жастардың көшбасшысы, белсенді жастардың бірі ретінде негізі бұған дейін де бір-бірімізді таныдық, жастар орталығында осындай белсенді волонтерлардың бірі болдың. Бұдан кейін мемлекеттік қызметке келді, бірақ бұл саласында тоқтатқан жоқ, бір жағынан ерікті жас ретінде. Бұны енді өзім айта кеткім келіп отыр. Сол себепті осы сұрақты қойып отырмын да, енді мемлекеттің жұмысы өте оңай жұмыс деп айтпаймын, өте қиын жұмыс. Қазіргі таңда енді осы соңғы біздің ауданымызда болып жатқан жағдайда, тем более енді шаршатады деп ойлаймын, шаршатасың. Қалай демаласың, қалай демаласың? Қазір демалуға да уақыт болмай жатыр ғой. Бірақ жалпы демалғанда телефонды өшіріп тастап, отбасыммен, достарыммен бір жерде отырып, табиғат аясында кішкентай ғана бір бөлмеде отырсам да, тек өзіме жақын адамдардың қасында отырып, әңгімелескен демалыс ол. Бұл демалыс сен үшін бұрыннан осындай ма, болмаса осы биыл пайда болған демалыс па? Мен жалпы өзі көпшіл адаммын негізі. Сол бұрыннан солай өз достарым арасында жүрген демалыс не жұмыс істесем да, бірге жүрсем да, или қыдырсам да, или басқа кәсіп істесем да, отбасым, достарым арасында жүрген мен үшін демалыс. Сен үшін ең нашар адам кім? Мен үшін ең нашар деп кімді айтасың? Бір адамды ата деп тұрған жоқпын, бірақ мысалға мінезі осындай адамдар, болмаса осындай адамдар, мысалы мен өмірімде кездесті осындай адамдар. Мен үшін ең нашар адамдар отбасым деп айтпай ақ қояйын, ең бірінші өзін ойламайтын адамдар. Өзін ойламайтын адам жан жаққа да ешкімге де пайдасын бермейтін адам еді. Адам бірінші өзін ойлау керек, өзі үшін өмір сүру керек. Ең нашар адам өзін ойламайтын адам. Өзін ойламайтын адам түсін, мысалға ішімдік ішіп, шылым шегіп жүрген, мысалы ол өзін ойламайтын адам болып жатқан сен үшін. Ол да, ол кісілер де жатады, ондай адамдар да. Енді өзін ойламаған, біріншіден денсаулығын ойламайды, ертеңгі күн ойламайды. Тек сол отбасын ойламайды, тек сол жердегі жағдай үшін, бір мезеттік жағдай үшін соны ғана ойлайды. Бірақ ол үнемі солай жүретіндер, олар да мен ойынша сол мен ұстанымға жатады. Сенің ойыңша жетістікке жету қаншалықты оңай? Жетістікке жету әр адам негізі өзінің саласын, барлық адамда бір талант болады. Барлық адамда өзінде сол талантын аша білген, өзінің саласын меңгерген адам, өзінің қалайтын мамандығын, өзінің саласын меңгерген адам
қандай жағдай болса да өзінің биік шыңына жетеді. Бұл сияқты әр адам өзінің тек өзіне қазіргі жағдайда айтайын, мысалы кейбіреулер зарплатасы жақсы деп барады мамандыққа, мысалы үшін кейбіреулер нагасы жақсы деп барады. Енді әрине ол да жақсы, енді ол да мотивация береді, бірақ өзінің саласын тапқан қандай жағдайда да жетістікке жетеді, шыңға шығады сол өзінің саласын тапқан. Қай ерте болсын кеш болсын, иә, өзінің несіне шығады. Сен үшін екінші мүмкіндік деген не? Екінші мүмкіндік мотивация. Бірінші мүмкіндікті сүрінесің, сүрінген үшін екіншісіне жетемін деп ойлайсың. Мотивация екінші мүмкіндік. Яғни бұл бірінші жаңағы сүрінген уақыт, бұл сабақ, одан кейін екіншісіне қалай да жетемін деп ойлайсың. Ол екінші де болмауы мүмкін, ол бесінші болуы мүмкін, ол 9-шы болуы мүмкін. Бірақ мотивация. Одан сынып қалмау керек адам соңына дейін жету керек. Жаңа айта кеттім ғой, енді қазіргі кездегі жұмыстарың өте ауыр. Ұйқыға ерте жатасың ба, күніне неше сағат ұйықтайсың? Мен ұйқыны өте жақсы көретін адаммын. Ұйқының сағатын есептеймін. Кемінде 7 сағат ұйықтамасам, мен үшін уже бір нәрседен қалып қалған сияқтымын. 7 сағаттан артық ше? 7 сағаттан ұйқы артық болса тіпті жақсы. Енді бүгінгі күніңе дейінгі әттеген-ай деген сәттерің көп болды ма? Мысалы бір нәрсені былай емес, сол кезде былай жасауым керек еді, бірақ енді өтті де кетті ғой деген сияқты. Ондай сәттер болды. Айту ғой. Мысал үшін отбасылық жағдайымды айтсам, анам ауырған кезде оны басқа жерге барып емдетуім керек, мүмкін емес екенін білсем де, бірақ сондай әттеген-ай деген сәттер болды. Басқа енді жұмыс жағынан, кәсіп жағынан болса ол әттеген-ай сәттер оларда көп болды, бірақ ең қатты өкінетінім сол. Жасауым керек болсын деген сияқты. Осыны жасауым керек еді, олай беріліп қоймай басқа жерлерге апаруым керек еді деген сияқты. Қазіргі технологияның қазіргі нені кейде естіген кезде осылар осындай, сол кезде неге мен білмедім, сол кезде мен неге сол жаққа алып бармадым деген сияқты. Неге ол кезде мүмкіндік болмады ма? Мүмкіншілік болмады деп қояйын, өзім білмедім ба, әлде жан-жақта сондай естігесін, әлде өзім қатты әрекет жасамадым ба деп ойлаймын, өзім әлде білмедім деп ойлаймын. Қазір сол білместік болған сияқты. Қатты қуанған кезде не істейсің? Эмоцияң қалай шығарасың? Қатты қуанған кезде болды ма жалпы? Болды ya қатты қуанған кезде кейде жүгіріп секіргім келеді ғой. Соны істейсің бе сосын? Істеймін соны. Жүгіріп секіріп аласың. Балаша қуанасың. Балаша қуанамын. Эмоцияны солай шығарамын. Эмоцияға жақын адаммын. Ер адам болсам да жылайтын кезде жылап аламын, күлетін кезде күліп аламын. Ешқандай жерден жасырмаймын ештеңе. Ол қалай, көпшіліктің көзінше ме, болмаса жеке? Сол жердегі сәтке байланысты. Сол кезде қандай эмоция бар? Дәл сол жерде қалай шықсы келіп тұр? Солай шығара саласың. Тез шешім қабылдайсың ба? Шешім қабылдайтын кездер де болады. Ол сол кездегі жағдайға байланысты. Бірақ көбіне қазіргі сәтте әсіресе көбіне ұзақ ойланамын. Кішкентай бір зат алсам да сұрайын жан-жақтан. Үлкейген соң. Солайша жан-жақтың бәрінен сұраймын. Отбасымнан бірінші сұраймын. Жұрттың пікірі қалай болады, көпшілік пікірі қалай дейді. Бірақ шешімді өзім қабылдаймын. Қызметіңдегі ең үлкен жетістік. Мен үшін ең үлкен жетістігім сол. Қызметімде жетістік көп дейтіндей жаңа басталдым ғой жұмыста. Бірақ ең бірінші жетістігім диплом алғаннан кейін папаммен бірге құрылыс жұмыстарын атқарып ең бірінші тапқан ақшам. Өзім үйге телевизор мен холодильник алғам. Одан кейін сіздер арқылы, жастар ресурстары арқылы жас прожект бағдарламасына қатыстым. Миллион теңге грант жеңіп стипендия алдым. Содан кейінгі жетістігім жұмыспен қамту орталығында
атаулы әлеуметтік көмек саласы бойынша ассистент болып жұмыс жасадым. Сол жерде жұмыс істегенде жетістігім сол жерде өзімнің келешегімді таптым. Неге ол жаңа кез келген адам енді жұмыс ауыстыра береді ғой, бірақ енді сол неге жетістік деп отырсың? Жетістігім емес, жетістігім деген жаңа айтып жұбайын таптым. жұбайын таптым сол жерде. Қалған жұмыстар жетістіктер болып жатыр, бірақ ең басты жетістігім осы үш жетістік. Қазіргі сәтке дейін. Мақтау мен сынды қалай қабылдайсың? Сынды мен қабылдаймын. Ренжимін да. Ренжисің. Неге олай айтылды? Ол адамға теріс қарап қалмайсың ба сосын? Сын айтты деп? Жоқ, сол моментте теріс қарап, мен жаңағы эмоцияға берілгіш адам дегендей. Мақтағанды да жақсы көремін. Сынды да қабылдаймын. Қабылдағанда жаңағыдай ренжимін сол кезде. Ашуланамын кейбір нәрселерге. Бірақ уақыт өте келе оны түсінемін. Дұрыс емес. Бірақ кейбіреулер дұрыс емес деген сияқты мойындамайды кездерім болады. Кейбір сындарды. Енді может өзімнің нем шығар. Өзім қалпым сондай шығар, мінезім сондай. Қалай ойлайсың қазіргі уақытта шынайы достық бар ма? Шын достарың бар ма? Мысалға шын достық жаңағыдай қиын сәтте сыналады дейді, соған байланысты сұралды. Шын дос деген адамның өзіне байланысты. Адам өзі қандай болса, қасындағы адамдар сол ортасы сондай болады. Шын достар бар дегенге сенемін. Өзім достарыма да ойымды барлығын айтатыным, ештеңе бүгіп жасырып қалмаймын. Мен достарыма ең бірінші айтатыным, келетіні бар, келмейтіні бар. Досымдарыма қайғыда да, қуанышта да бірге келіңдер. Жақында ғана біздің өзіміздің достарымыздың арасында бір досымыз қайтыс болып, Әмір деген, Өтеген Әмір деген барлығы біледі достарымызда. Сол кезде біздің достарымыздың жақсы екенін, бәрі ұйымшыл екенін, шын дос екенін көзім жетті сол кезде де. Қазіргі өмірде, бүгінге дейінгі өмірде болмаса, бір нәрсені керісінше жасадым, болмаса жасап жатырмын дейсің ба өзің? Солай істеп керек жасап жатқандарым бар, өзім қаламасам да. Оның артында бір нәтижесі бар ма? Қаламасаң да жасап тұрған. Артында нәтижесі бар, былай. Оның жақсы нәтижесі де бар шығар, жақсы нәтижесі де бар шығар, енді оны мен білмедім. Бірақ қаламасам да жасап жатқан мәжбүрлі демей-ақ қояйын енді. Бірақ қаламасам да жасап жатқан. Жасалу керек, солай істелу керек, істеледі деген бар енді. Соңғы сұрақ, сізден бізге дегенде жастар орталығына керемет идея, ұсыныс, қандай ұсыныс айтасыз? Жас кәсіпкерлер арасында жәрмеңке ұйымдастыру, кәсіпкерлер арасында. Кәсіпкерлер? Ет болса етін сатады деген сияқты. Үлкен жағдай, ауыл шаруашылық. Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі. Ұсынысың өте керемет, бірақ қабылдаймыз. Алдағы уақытта оны біз өзіміз ұйымдастырмасақ та өткізетін құзырлы органдарға ықпал етсек, бұл да бір көшсе ойлаймын. Кәсіпкерлер болса жасауға болады. Жас кәсіпкерлер. Жас кәсіпкерлер бір рет саралап ондай. Жоқ, жас кәсіпкерлер үлкен басшысы болғанмен, соның мүшесі я болмаса сол әкесі или ағасы кәсіпкердің төрағада, бірақ жаңағы баласы или інісі айналысады сол саламен. Сондай мен өзім барада көп адамды білемін сондай. Мысалы үшін ет сату дейді, айналысатын сол кісілер. Балық сату дейді, жас балалар ғой, үлкен кісілер сатып жүрмейді. Сондай неде бір ауыл шаруашылық көлемінде үлкен жәрмеңке ұйымдастырсақ дейсің. Ұсынысыңды қабылдаймын, Жандос. Алдағы уақытта осы ұсыныс жүзеге асып, осындай үлкен жәрмеңке ауданымызда ұйымдастырып жатса, міндетті түрде сені шақырамыз. Өзің міндетті түрде бір кәсіпкерді алып келесің. Бірнеше кәсіпкер алып келемін. Рахмет, көп уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңе. Енді көп нәрселер айтылды деп ойлаймын. Өзің жан дүниеңе қатысты бір керемет бір сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет, көп алдағы жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге де.